Кенже ұл қара шаңырақ иесі. Жаңадан отбасысын құрып өмірге қол ұстасып, бірге аттанған жастарға шаңырағың биік болсын деп бата береді. Бұл құрған отбасының тұғыры берік, мәртебесі жоғары болсын деген сөз. Қазақ шаңырағында әуелі әке, сосын ана, осы отбасының ұстазы болмақ. Ата-анасы отбасында имандылыққа тәрбиелесе, ол бала тіл алғыш, адал, үлкен кішіге қамқор болып өседі. Адамгершілік қасиеті отбасы мүшелерінің бірін-бірі сыйлауын, қадірлеуін көрініс табады. Қазақ танымды отау болып үй тігуді шаңырақ көтеру дейміз. Баршамызға белгілі шаңырақ сөзі үй отбасы деген мағынаны білдіреді. Халқымыздың ұғымында шаңыраққа ие болу кез келетінге бұйырмас бағыт. Ата-анасының ақ батасын алып, сол шаңырақтың түтінін түтетуге бар ықыласымен тырысады. Қашанда кенже ұл ерекше мейіріммен өседі. Себебі бала күннен шаңырақтың иесінің деген ұғымды құлағына құйып өседі. Сондықтан да атадан қалған ұяның жылылығын және отбасының ынтымағын сақтауға мүдделі екенін бірте-бірте сезініп ержетеді. Әрбір ата-ана әр баласын саналы болса екен деп тілейді. Оның ішінде кенже балаға ерекше ықыласпен қарайды. Олай болса, отбасының іргесінің берік болуы тікелей кенже балаға байланысты. Қара шаңырақ дегеніміз ата-ананың үйі. Әдетте қара шаңыраққа отбасының балалары, туыстары жиналады. Кенже баланың үлкен бауырлары қамқорлық қарайды. Кенже келіннің де атқарар міндеті зор. Шаңырақ пен ондағы әрбір құндылық кенже баланың арқасында сақталып, ата-анаға деген құрмет сезіммен жылдар бойы жалғастыра береді. Бүгінгі алмағайып заманда тұрмыс кешу заманының толқынына жауап беру кімге болса да оңай соқпас анық. Десек те ата-анаға деген құрмет, шаңыраққа деген махаббат алмағайып заманының күн кешуімен өлшенбесе керек. Ешбір зәулім сарайдың өзі шаңырақты алмастыра алмайды. Билігі зор тұлға ешқашанда туыс болмақ емес. Туыстық қызметке айырбастап шаңырақтың қасиетін еш жерден сатып ала алмайсыз. Кенже ұлға жүктелі міндеттің салмағы сондықтан да ауыр. Қара шаңырақ ұрпақтар өрбіген қуатты ұя саналады. Кең мағынада бүкіл ұлт тұтасы ірге жайған жерде қара шаңырақ. Сондықтан қазақ баласы атасы көтерген қара шаңырақты аялай қастерлеп, оның қасиетін өзінің ар намысындай сезінеді. Қашанда әке-шеше отырған үй аяулы, ардақты, ыстық. Ұрпақтар соған бас иеді. Оны құтты орынға теңейді. Ордаға керек, отауға да керек деген аталар өсиеті негізінде әр ұрпаққа өзінің шаңырағын ата салты бойынша жоғары көтеруге және өзі абыройлы, парасатты болуға тырысады. Өзінің де ұрпағын өсіріп өркенін жайдыруды мұрат тұтады. Сондықтан қара шаңырақ қазақ арманының мақсат мүддесінің бір шоқтығы. Әдетте жақсылықтың бәрі отбасынан басталады. Отбасы жұрты жақындастырушы, ұрпақ пен ұрпақты табыстырушы. Ұрпақ аралық тұтастықтың отын жағызушы ерекше ұя. Сондықтан да отбасы барша адамзатқа ең жақын, ең қасиетті ұғым. Тәлім мен тәрбиенің, үлгі мен өнегенің, мейірімділік пен адамгершілік ұясында адам баласының өмірге келгенін кейінгі бар тіршілігі өтеді. Шариғатта балалар ата-аналар қолына берілген аяулы аманат делінген. Әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктері арқылы мәдени құндылықтары қалыптасады. Ата-бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын ер, батыр, би, ақын, ұлттың намысты азаматы ретінде әділдікке, қайсарлыққа, кешірімді болуына, өнерге, білімге, салт дәстүрімізді сақтауға тәрбиелеген. Ұл бала қазақты шаңырақ иесі, ер азамат ата-анасының отын тұтаушы болып саналады. Қазақ отбасының ерекшелігі жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеу, алдын кесіп өтпеу, үлкен тұрып кішінің
әке тұрып ұлдың, шеше тұрып қыздың орынсыз сөйлемеуінде, қазақ отбасындағы үлкенді құрметтеу әдеті жауапкершілік, адамгершілік сезімдерін туғызған. Дұрыс бағытта бағдарлау көп жағдайда абыройлы әкеге, үлгілі отағасына, қадірлі ағаларына байланысты. Сондықтан да шаңыраққа ие болудың өзі шексіз абырой.